эфирде жаңалықтар, сіздермен бірге Төлен Гүлфару. Алда көретіндеріңіз. Бүгін Алматы қаласында жаңа жатақхананың ашылуы атап өтілуде. Көптен жатақхана ала алмай жүрген студенттердің қуанышында шек жоқ. Мың да бір шүкір, 4-ші курстың соңында болса да жетті ма әйтеуір. Кім салдырса да атасына рахмет. Ал жатақхананы салдырған кісі өзінің атын жасырын қалдыруды сұрады. Ол рас, мен аты жөнінің жасырын болғанын қаладым. Желательно мен ешкім білмей-ақ қойса. Қазақ елі. Мәдет Тағзиялы Нұртас.